Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Қадырбек Нұрболат. Авиация колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Электронды күшейткіш деп электрлік сигналдарды олардың формасын өзгертпей, қоректендіру көзінің энергиясының арқасында қуатын ұлғайтып күшейтетін құрылғыны айтамыз. Электронды күшейткіштер жеке құрылғы ретінде де қандай да бір құрылғының құрамында да бола алады. Мысалға алатын болсақ, радио қабылдағыштар, телевизиялық қабылдағыштар, радио таратқыштар, телевизиялық таратқыштар, мобильді телефондар, спутниктік аппаратуралар, бейне камералар, тағысын тағы көптеген автоматикада да барлық жерде осы электронды құрылғы бар жерде бұл жерде электронды күшейткіш міндетті түрде болады. Не себепті дейтін болсақ, бұл жаңа электронды күшейткіштердің не үшін қажет дейтін болсақ, то есть күшейткіштерді пайдалану әдетте электронды құрылғыларға кіретін электрлік сигналдардың амплитудасы аз болғандықтан және оларды одан әрі пайдалану үшін қажетті мәнге дейін арттыру қажеттілігі туындайды. Яғни сигналдар өте әлсіз болып келеді. Сондықтан осы сигналдардың қуаты бойынша күшейту үшін осы күшейткіштерге жүгінеді екенбіз. Мысалы, жалпы күшейткіштердің структурасын қарастырып көрейік. Бұл жерде сигналдың көзі дейді. Жаңағы сигналдың көзі дегеніміз, бұл бізде ақпарат, қандай да бір ақпарат болуы мүмкін. Бұл ақпарат алынуы мүмкін, мысалы ретінде алайық, микрофоннан алынуы мүмкін, видеокамерадан алынуы мүмкін, видеокамерада жазылған жаңа бейнелік ақпараттар болуы мүмкін, болмаса антеннадан қабылданған сигналдар болуы мүмкін, болмаса қандай да бір датчиктардан алынған сигналдар болуы мүмкін. Осы сигналдар, яғни түрленген сигнал болғандықтан бұлардың мәні, қуаттылығы өте төмен болады. Ары қарай осы сигналдармен жұмыс жасау үшін біздің құрылғы осы сигналдарды сезінбей қалуы мүмкін келесі каскадтарда, келесі бөліктерге барған кезде. Сондықтан осы сигналдарды бізге күшейту қажеттілігі туындайды. Күшейту үшін бізде біріншіден осы күшейткішке қоректендіру көзі беріледі. Қоректендіру көзі тұрақты токпен қоректенеді бұл жерде. Осы тұрақты тоқ күшейткішке қорек береді. Осы беріліп тұрған жаңа тұрақты тоқты бізге берілген сигнал арқылы басқарамыз. Басқарамызда осы жаңағы кірген сигналдың дәлме-дәл көшірмесін біз жаңағы күшейткіштің шығысында алуымыз керек. Осы күшейткіштің шығысында, яғни бізге жүктеме берілген, осы жүктемеге беруіміз керек негізгі мақсатымыз. То есть, былайынша айтқан кезде, күшейткіштердің жүктемесіне берілген қуат кіріс сигнал арқылы басқарылады да, қоректендіру қуаты болып табылады. Күшейткіштер тұрақты тоқпен қоректендіреді деп жаңа айттық. Әдетте күшейткіштер бірнеше күшейту каскадтарынан тұруы мүмкін. Бұлар, мысалға, кіріс құрылғы, яғни бұл былайынша айтатын болсақ, кіріс құрылғы деп жаңа антенна, микрофон, яғни бұл түрлендіруші. Онан кейін бұлар бірнеше каскадтардан тұруы мүмкін осы күшейткіш. Кіріс құрылғы дегеніміз, яғни сигналды түрлендіруші болып табылатын болса, осыдан кейін бұны алдын ала күшейтуіміз мүмкін, осыдан кейін қуаты бойынша күшейтіп, осыдан кейін шығыс құрылғыға беруіміз мүмкін. Бұл баратта жаңа шығыс құрылғы бізге жүктемеге жалғанады екен. Келесі күшейткіштердің жіктелуі дейді. Күшейткіштер параметрлер бойынша, тоқ бойынша, кернеу бойынша, қуат бойынша күшейтіледі дейді. Яғни бұл жерде бізде күшейткіштер тоқ бойынша немесе қуат бойынша күшейтіледі, кернеу бойынша күшейтілетін болса, бұл қуатқа әсер етеді. Яғни тоқ соғалтында тоқ бойынша күшейтпейді, тоқ соғалтында болатын болса, жаңағы күшейту коэффициенті 1-ге тең, бірақ кернеу бойынша күшейтетін болсақ, бұл бәрібірде осы қуатқа әсер етеді.
Сосын кейін келесі күшейткіштердің сигналдарының түрі бойынша гармоникалық дейді, яғни аналогты күшейткіштер болады, сигналдарды күшейтеміз. Сосын кейін импульсті күшейткіштер дейді, яғни бұлар жаңағы сандық техникаларда көбісінде қолданылады. Бұлар жаңағы сандық құрылғыларда. Сосын кейін келесі күшейткіштердің жиіліктік жолағы бойынша күшейткіштер дейді. Бұлар тұрақты ток бойынша күшейткіштер, бұлар жаңағы көп жағдайда операциялық күшейткіштер дейді. Сосын кейін төменгі жиілікті, жоғарғы жиілікті, аса жоғарғы жиілікті күшейткіштер дейді. Яғни бұл жерде төменгі жиілікті күшейткіштер дегеніміз біздің көбісінде жаңағы дыбыстық күшейткіштерде, нағыз ақпараттарды күшейту кезінде осы төменгі жиілікті күшейткіштер пайдаланылады. Жоғарғы жиілікті күшейткіштер, аса жоғарғы жиілікті күшейткіштер дейді. Бұлар яғни бізде кез келген радио аппаратурадан, антеннадан келген аса жоғарғы жиіліктерді, қазір білесіздер, техниканың дамуына байланысты аппаратуралардың барлығы өте аса жоғарғы жиілікте жұмыс істейді. Сондықтан осы жоғарғы жиіліктерді, яғни антеннадан қабылдап алған сигналдарды күшейту кезінде осы аса жоғарғы жиілікті құрылғылар жаңағы күшейткіштер қолданылады. Сосын кейін осы жоғарғы жиілікті біз түрлендіретін болсақ, яғни аралықтық жиілікті күшейткіштер қолданылады және тағы басқа. Сосын кейін келесі жиіліктік сипаттамасы бойынша дейді, яғни резонанстық дейді. Резонанстық күшейткіш дегеніміз бұл белгілі бір жаңағы жиілікке, арнайы бір ғана жиілікке ғана арналған күшейткіштер болады. Яғни осы жиілікке сәйкес келмейтін болса, олар күшейтпейді деген сөз. Сосын кейін белгілі бір яғни резонанс сәйкес келмейтін болса, жаңағы резонанстық күшейткіштерді, яғни екі жаңағы біздің резонансны контурменен жаңағы келген сигналдың жиілігі екеуі сәйкес келген кезде ғана күшейтетін күшейткіштерді резонанстық күшейткіштер дейміз. Бұлар бір өте кішкентай жолақты ғана күшейтеді. Сосын кейін келесі жолақты күшейткіштер дейді. Бұлар осы мысалға белгілі бір жиілікте осы жиілік пен осы жиіліктің арасын ғана күшейтуге арналған күшеу. Мысалға 1,5-тен 2 мегагерцтің аралығын ғана күшейтеді дейтін болсақ, бұлар яғни жолақты күшейткіштер болып табылады екен. Сосын кейін кең жолақты күшейткіштер дейді. Кең жолақты күшейткіштер дегеніміз бұлар өте көлемді ақпараттарды күшейтуге арналған. Мысалға телевизиялық ақпараттарда бір телевизиялық каналдың ені 6,5 болатын болса, осы 6,5 мегагерцтегі жиіліктердің барлығын күшейте беретін ақпарат күшейткіштерді біз жолақты күшейткіштер дейміз. Сосын кейін келесі күшейткіштердің элементтік типі бойынша дейді. Вакуумдық күшейткіштер дейді. Қазір вакуумдық күшейткіштер дегеніміз көп жерде қолданыла бермейді. Бұлар бір арнайы мақсаттарда, қазіргі жаңағы мынау әскери мақсаттарда, әскери техникаларда осы вакуумдық күшейткіштер қазір қолданылады. Бұлай тұрмыста қазір вакуумдық күшейткіштер қолданылмайды. Сосын кейін келесі жартылай өткізгіш аспаптар дейді. Бұларға транзисторлар, жаңағы әртүрлі транзисторлар, осылар жартылай өткізгішті аспаптар болады. Интегралды микросхема дейді. Осы интегралды микросхемамызда осы жартылай өткізгіш аспаптар ретінде қарастыруға болады негізінде. Енді келесі күшейткіштер таңдаған кезде біз нені білуіміз керек? Соны бірінші шығыс қуаты дейді, яғни ваттпен өлшенеді. Бұлар мысалға осы шығыс қуаты күшейткіштің бірнеше милливаттан жүздеген, мыңдаған ваттқа дейін болуы мүмкін. Яғни күшейткіштің қуаттылығы, яғни бұл бірнеше жүздеген милливатт дегеніміз, мысалға біздің наушник арқылы жаңағы наушниктерге беретін қуат бірнеше 100 милливатт болатын болса, үлкен аудиосистемаларда, бұларда уже жаңағы жүздеген, мыңдаған ваттқа дейін жетуі мүмкін. Келесі ескеретініміз, бізге нені күшейтеміз, соны білуіміз керек.
яғни біздің жиілігіміз, яғни бұл жиіліктік диапазоны бойынша біз қандай ақпаратты күшейтеміз, сол бойынша біз осының күшейткіштің жиілігін таңдаймыз. Мысалы, дыбыстық күшейткіштер дегеніміз, яғни біздің дыбыстық тербеліс деген 20 герцтан 20 килогерцке дейінгі аралықты біз дыбыстық жиілік деп атаймыз. Дыбыстық жиілікті күшейту, яғни біз дыбысты күшейтеміз бе, болмаса жаңағы бейне ақпараттарды күшейтуіміз керек бола ма? Мысалға, сізбен біздің мына осы монитор арқылы көрініп отырған бейнелеріміздің барлығы осы күшейткіштер, яғни бейне күшейткіштер арқылы беріледі. Бұл бейне күшейткіштер, бұлардың жаңағы жолағы өте үлкен болады. Ол кезде біз жаңа бейне күшейткіштер алуымыз керек болатын болса, біз бұл жерде яғни жиіліктік жолағында ескеруіміз керек болады. Радиоаппаратураның кірісіне қоятын болсақ, жаңағы ол кезде уже жаңа жиілігі басқаша, жоғарғы жиіліктік күшейткіштерді аламыз деген сияқты параметрін тоже ескерген дұрыс. Келесі, сызықтық емес бұрмалануы дейді. Бұл яғни пайызбен өлшенеді. Бұл дегеніміз не дейтін болсақ, бұл яғни бастапқы ақпаратпенен жаңағы күшейтіліп шыққан ақпараттың екеуінің қаншалықты сәйкестігі, 100% сәйкес келе ма, 90%, 50%-ке дейін сәйкес келе ма. Яғни бұл проценттің неғұрлым көп болғаны біздің ақпараттың соғұрлым бізге толық жетуі деп есептелсек болады. Сосын кейін пайдалы әсер коэффициенті дейді. Бұл тоже процентпен есептелінеді. Пайдалы әсер коэффициенті неғұрлым жоғары болатын болса, проценттік көрсеткіші, біз энергияны өзіміздің пайдамызға толық жаратып отырмыз деген сөз. Келесі, осы қуат күшейткіштері дейді. Қуат күшейткіштері қуат бойынша бұл күшейткіштерді әртүрлі класстарға бөлінеді. А класы дейді, Б класы дейді, АБ класы дейді. Көптеген алфавитпен жаңағы кете береді. Бұлайынша негізінен қарап көретін болсақ, бізде бұл жерде А класты күшейткіштері болады, Б класты күшейткіштері, АБ класты күшейткіштері, негізгі күшейткіштер. Сосын кейін Д класты күшейткіштер дейді. Бұл күшейткіштер туралы біз келесі сабақтарда әрқайсысына жеке тоқталатын боламыз. Бүгін қысқаша ғана мына жерде мен сіздерге айтып кетейін. Мына жерде ең үстіңгі жағында, сол жағында экранның жалпы А класты күшейткіш дегеніміз не? А класты күшейткіш дегеніміз, яғни синусоидалды сигналды тек қана бір транзистор арқылы ғана күшейту. Яғни отрицательный және положительный жаңағы толқындарды бір транзистор арқылы өткізіп, жаңағы оны күшейту бізде А класты күшейткіш болып табылады. А класты күшейткіште жаңағы ақпараттың, күшейтілген ақпараттың сәйкестігі өте жоғары болады. Бұл жерде сызықтық емес бұрмалануы өте жоғары. Бірақ бұл жерде бізде пайдалы әсер коэффициенті өте төмен. Оны келесі сабақта тоже қарастырамыз, бұл А класындағы. Енді мына жерде көрейік. АБ класы дейді. Б класы дегеніміз, яғни отрицательный жарты толқындарды, оң және теріс жарты толқындарды тек бір ғана транзистор өткізеді. Мысалға, бір транзистор өткізуі мүмкін. Бұл транзистор, тек қана бір транзистор положительный жағын өткізуі мүмкін. Екінші транзистор тек қана отрицательный жағын ғана өткізуі мүмкін. То есть бір транзистор синусоидалды сигналдың бір ғана жарты бөлігін ғана өткізеді. Бұны Б режимінде жұмыс істейді дейді. Ал енді АБ режимі дегеніміз, яғни екі транзистордан жасалынады. Бұл жерде бір транзистор, яғни положительный, екінші транзистор тек қана отрицательный бөліктерін ғана өткізе алады. Бұны АБ режиміндегі, АБ класындағы күшейткіштер дейді. Бұл жерде пайдалы әсер коэффициенті жоғары, бірақ бұл жерде біздің сигналдардың сәл бұрмалануы болады. Ал енді Д класты күшейткіштер дейді. Бұлар сандық күшейткіштер. Бұл жерде келген аналогты сигналдарды біз
широтный импульсный модулятор дейді. Яғни осы модулятор арқылы біз бұларды сандық сигналға түрлендіру арқылы біз жаңағы сандық түрде күшейтеді деп қысқаша айтып сіздерге қазірше түсіндірсем болады. Бұл күшейткіштер жайында тоже кейінірек басқа жаңадан видеолар жасаймыз.